Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? А деңгейінің соңғы есебі 3/51 есепті шығарайық. Бізде 3/51 есепте бөлшекті бөлімінде түбір таңбасы болмайтындай етіп түрлендіру керек екен. Енді біз бірінші 8 сыныпта өткен иррационалдылықтан құтылу ережесін есімізге түсірейік. Мысалы, 6 бөлінген түпірасты 3-тен біз иррационалдылықтан құтылайық. Не істейтін едік? Біз түпірасты 3-ке көбейтіп, түпірасты 3-ке бөлетінбіз. Сол кезде түпірасты 3-ті түпірасты 3-ке көбейтсек 3, ал мынау алымы 6 түпірасты 3 деп, әрі қарай 6 мен 3-ті қысқартып, 2 түпірасты 3 деп шығаратынбыз. Енді осыны көрсеткіш дәреже ретінде шығарып көрейікші. Сонда бізде түпірасты 3-ті 3-тің 2-ден 1 дәрежесі деп айта. Мына жерде 3-тің 2-ден 1 дәрежесі, бөлімінде де 3-тің 2-ден 1 дәрежесі дейміз. Енді көбейту кезінде негіздері бірдей болса, онда олардың дәрежелері қосылады. Дұрыс па? Ал алымын 6 көбейту 3-тің 2-ден 1 дәрежесі деп жазамыз. Сонда 6 түпірасты 3 деп жазсақ та болады. Өйткені 2-ден 1-ге 2-ден 1-ді қоссақ, бөлімінде бізде 2 өзі жазылады. 1-ге 1-ді қоссақ, алымы да 2 болады. Ал алым мен бөлімін 2-ні 2-ге бөлсек неше болады? 1 болады. Демек 3-тің 1 дәрежесі, яғни 3-тің өзі болады, Сонда 63-ке бөлеміз, 2-дің түпірасты 3. Яғни қараңыздар, біз мына бірінші есепте және әрі қарай қалған есептердің бәрінде толықтауыш ретінде жаңағы бір бүтін болатындай, иррационалдылықтан құтылатындай амалдарды табу керекпіз, немесе көбейткіштерді табу керекпіз. Енді 2-ден 1-ге қандай санды қосқанда бір бүтін болады? Ол әрине 2-ден 1-дің өзі болады. Дұрыс па? Сондықтан біз бірінші есепті шығарып көрейік. Сонда қараңыздар. 5 бөлінген 3-ші дәрежелі түбірасындағы 4. Бұны біз 4-ті 2-нің квадраты деп жазайық. Сонда 3-ші дәрежелі түбірасындағы 2-нің квадраты және де 5 бар алымда. Енді қандайға көбейтеміз? 3-ші дәрежелі түбірасындағы 2-нің 1 дәрежесіне көбейтеміз. Неге? Өйткені 2-ге 2-нің 1-ді қоссақ, ол 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. Ол 3 дәрежелі түбірмен 3 дәреженің өзі жойылады да, санның өзі қалады. Сонда қараңыздар. Түбірдің қасиеті бойынша егер А дәрежелі М болса, мысалы, және А дәрежелі N болса, онда біз бірлі дәрежені жазып аламыз А деп, М мен N-ді бір-біріне көбейтеміз. Дұрыс па? Сонда 3-ші дәрежелі түбірді ашып жазамыз да, 2-нің квадраты көбейту 2-нің енді 1 дәрежесін жазбай қоюға да болады негізі. Сонда алымын қайталап жазасыздар, 5 көбейту 3 дәрежелі 2 деп. Енді 2-ге 1-ді қоссақ 3 болады. Сонда 3-ші дәрежелі 2-нің кубы болады. Алымда 5 көбейту 3-ші дәрежелі түбірасты 2. Енді сіздер білесіздер, n-ші дәрежелі түбірасында А-ның n дәрежесі болса, онда n мен n қысқарады да, тек қана А жауабы қалады. Сонда мына жерде де дәл солай. 3 пен 3 қысқарады, тек қана 2 қалады. Түбірдің өзі де қалмайды, жай ғана 2 қалады. Болды, сонымен жауап бізде осындай жауап шығады екен. 5 пен 2-ні бөліп 2,5 деп те жазуға болады. Жақсы, келесі екінші есепті шығарайық. Екінші есепте 18 бөлінген 4-ші дәрежелі түбірасындағы 27. 27 дегеніміз, ол бізде 3-тің кубы. Осылай ыңғайлы етіп жазылайық. Сонда біз нешеге көбейтіп нешеге бөлеміз? Біз 4-ші дәрежелі 3-ке көбейтеміз. Неге? Өйткені 3-ке қандай сан жетпей тұр? 1 дәреже жетпей тұр. Чтобы 4 болатындай екеуінің қосындысы, және ол 4 пен мынау 4 қысқарып кететіндей. Түсінесіздер ме? Сонда алымын да жазайық. Көбейту кезінде дәрежелер қосылады. Сонда 3-тің 3 дәрежесін 1-ді қосасыздар. Мына жерден 18 көбейтілген 4 дәрежелі 3, түбірасты 3. 3-ке 1-ді қоссақ 4, ол 4 мен мына 4 қысқарады да, жай ғана бөлімде 3 қалады.
18 көбейтілген 4-ші дәрежелі түбірасында 3. Енді 18 бен 3-ті бір-біріне бөлсек бізде 6 шығады, және 4-ші дәрежелі түбірасындағы 3-ті ұмытпаңыздар. Келесі 3-ші есеп. 6 бөлінген 5-ші дәрежелі түбірасындағы 8. 8 дегеніміз ол бізде 2-нің кубы. Соны жазайық. 6-ны жазайық. Енді қандайға көбейтеміз? 5-ші дәрежелі, міндетті түрде екеуінің дәрежелі бірдей болу керек. 5-ші дәрежелі 2-нің неше дәрежесін жазамыз? 2 дәрежесін жазамыз. Себебі 3-ке 2-ні қоссақ 5, ол 5 пен мына 5 қысқару керек. Сонда 6 көбейтілген 5-ші дәрежелі түбірасындағы 2-нің квадраты. Мына жерде 5-ші дәрежелі түбірді ашасыздар. 2-нің 3 дәрежесін, 2-нің 2 дәрежесін қосасыздар. Дәрежелерін қосасыздар. Сонда бізде 2-нің 5 дәрежесі болады. Ал 5-ші дәреже мен 5-ші түбір дәреже ол бізде қысқарады. Жай ғана 2 қалады. Сосын 6 көбейтілген 5-ші дәрежелі түбірасындағы, енді 2-нің квадратын 4 деп жазамыз. 6 мен 2-ні бөлеміз. Сонда 3. 3 көбейтілген 5-ші дәрежелі түбірасындағы 4 болды. Жақсы, енді 4-ші есепті шығарайық. Келесі 4-ші есеп. Бізде теріс сан тұр, минус 49. Одан қорықпаймыз. Неге? Себебі бізде егер тақсан болса, дәрежесі тақсан болса, онда ол минус түбірдің алдына шығады. Енді түбір алдына шығарсақ біз оны, бірден бөлшектің алдына шығарған дұрыс болады. Сондықтан бірден бөлшектің алдына шығарайын. 2 бөлімінде 3-ші дәрежелі түбірасындағы 49. 49 деген 7-нің квадраты деп жазайық бірден. Енді неге көбейтеміз? 3-ші дәрежелі түбірасында 7-ге көбейтеміз. Себебі 7-нің көрінбейтін бір дәрежесі бар. Сонда 1-ге 2-ні қоссақ 3, ол 3 пен 3 қысқарады. Сонда жазбай қойып, 7 минус 2 көбейтілген 3-ші дәрежелі түбірасындағы 7 деген жауап болады. Жақсы, 5-ші есепті шығарайық енді. Ал енді 5-ші есеп бізде қысқаша көбейту формуласына сәйкес келеді. Себебі қараңыздар, түбірасты 3 азайтылған түбірасты 2 деген а минус б-ға келеді. Енді оларға тоқтаушы ретінде біз не береміз? Тоқтаушы көбейтіш а қосылған 1-ді береміз. А қосылған b-ны береміз, ол бізге а квадрат минус b квадрат формуласын береді. Сонда біз неге көбейтеміз? Түбірасты 3 қосылған түбірасты 2-ге көбейтіп бөлеміз. Сонда қараңыздар, а минус b орындалып тұр, а плюс b міне орындалып тұр. Енді біз түбірасты 3-тің квадраты, міне а квадрат, азайтылған түбірасты 2-нің квадраты деп жаза аламыз. Ал мұнда 1 көбейтілген түбірасты 3 қосылған түбірасты 2-нің көбейтіндісі бізде өзіне тең, түбірасты 3 қосып түбірасты 2 деп жазасыздар. Бөлімінде бізде түбірасты 3-тің квадраты неге тең? 3-ге тең. Түбірасты 2-нің квадраты 2-ге тең. Сонда алымын жазасыздар. Тең 3-тен 2-ні жазсақ 1, бөлімдегі 1-ді жазып қажет емес. Сонда түбірасты 3 қосылған түбірасты 2 деген жауап болады екен. 5-ші есеп. 6-ші есепте оңай, дәл сондай, тек қана қосындымен берілген, демек біз азайту арқылы көбейтеміз. Түбірасты 2 қосылған түбірасты 5 көбейтілген түбірасты 2 азайтылған түбірасты 5-ке көбейтіп бөлеміз. Сонда бізде бұл а квадрат минус б квадратқа келеді, яғни түбірасты 2-нің квадраты азайтылған түбірасты 5-тің квадраты деп жазамыз. Ал алымына 7 көбейтілген жақшаның ішіне міндетті түрде түбірасты 2 азайтылған түбірасты 5 деп жазасыздар. Сонда 7 көбейтілген түбірасты 2 азайтылған түбірасты 5-ті қайталап жазайық. Енді бөлімі. Түбірасты 2-нің квадраты неге тең? 2-ге тең. Ал түбірасты 5-тің квадраты 5-ге тең. 2-ден 5-ті азайтсақ минус 3 болады. Ол минусты мен бөлшектің алдына бірден жазамын. Сонда жауап бізде осындай болады екен. Келесі 7-ші және 8-ші есеп қалды соңғы.
Жетінші есеп. Дәл осы қысқаша көбейту формуласы, иә? Қандайға көбейтеміз? Түбір асты 8 қосылған түбір асты 3. Және алымындағы түбір асты 8 қосылған түбір асты 3. Түбір асты 8-нің квадраты азайтылған түбір асты 3-тің квадраты. Алымында 5 көбейтілген жақшаның ішінде түбір асты 8 қосылып түбір асты 3. Тең. 8-нің квадраты 8-ге тең, түбір асты 3-тің квадраты 3. Сонда 8-ден 3-ті азайтсақ 5 болады. Қазір келесі өрнекте көресіздер. Сонда 8-ден 3-ті азайтсақ 5. Ол 5 пен мына алымындағы 5 қысқарады, иә? Сонда бізде түбір асты 8 қосылған түбір асты 3 деген жауап болады. 8-ші есеп. Түбір асты 20 бөлімінде азайтылған түбір асты 9, алымында 29. Неге көбейтеміз? Иә, қосындымен көбейтеміз. Сонда түбір асты 20 қосылған түбір асты 9 болады. Алымына да дәл соны қайталап жазасыздар. Бір деп жазып қоймаңыздар. Себебі алымның бөлімі міндетті түрде бірдей болу керек. Қысқартқан кезде 1 болады, ал мынау осы 1-ді санға көбейтсек не болады? Өзі шығады. Яғни біз ешқандай балансты құртып тұрған жоқпыз. Түбір асты 20-ның квадраты азайтылған түбір асты 9-ның квадраты. 29 көбейтілген жақшаның ішінде түбір асты 20 қосылған түбір асты 9. Әрі қарай түбір асты 20-ның квадраты нешеге тең? Иә, 20-ға тең. Түбір асты 9-ның квадраты 9-ға тең. Азайтамыз. Енді алымын көшіріп жазамыз. 20-дан 9 азайтсақ бөлімінде 11 қалады, алымында 29 қалады, және көбейтілген түбір асты 20 қосылған түбір асты 9. Міне осымен біз әдейін толығымен аяқтадық. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше.